Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Камшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен меренговый торттың рецептімен бөлісетін боламын. Анна Павлова торты деп айтып жатады. Бұл менің кішкентай қызымның туған күніне жасаған тортым болатын. Біздің отбасымызда осындай дәстүрге айналған, әр отбасы мүшесінің туған күні болған кезде міндетті түрде торт пісіремін. Және де сол рецептпен сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен меренга дайындайтын боламыз. Қантымызға жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды ағынан сары уызын бөліп аламыз. Өте мұқият болуы қажет. Ағы сарысымен араласып кетпеуі керек. Және де ыдысыңыздың құрғақ болуына өте қатты мән беріңіз. Барлық жұмыртқамызды осылай ағынан сарысын бөліп алғаннан кейін үстіне шым-шым тұз қосамыз және де аппақ көпіршікті масса пайда болғанша осылай миксерлейміз. Және де осындай көпіршікті масса пайда болған кезде біртіндеп қантымызды себелеп отырып қосатын боламыз. Бірден қоспаймыз, осылай себелеп отырып араластырып шығамыз. Нәтижесінде бізде осындай өз формасын ұстайтын меренга пайда болады және оны кондитерлік қапқа осылай салып аламыз. Кондитерлік қаптың үлкен болғандығы жөн, менде үлкені бітіп қалғандықтан кішкентайға бірнеше рет салуға тура келді. Және де осындай пергамент қағазымызға формамызды қойып, 22 диаметрдегі форманы осылай сызып алатын боламыз. Және де осыған кондитерлік қапқа салған меренгамызды отсадка жасаймыз, яғни осындай каплялар жасап шығамыз тамшы ретінде. Өпи-пай тортына қалай отсадка жасаймыз, дәл солай меренгамызбен сызық бойымен жасап шығамыз. Ортасына қалған меренганың жартысын саламыз және толықтай біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен осындай жайып шығу үшін палетканы қолдандым. Сізде егер палетка болмаса, ешқандай да қиындығы жоқ, қасықпен жайып берсеңіздер болады. Осы уақыт аралығында пешіңізді қыздырып, ең төменгі градуста қыздыруыңыз қажет болады. Мендегі қарапайым әсел пеші болғандықтан 150 градуста қыздырып қойдым және де 1 сағаттай ұстадым. Біз бұл жерде меренганы пісірмейміз, яғни кептіретін боламыз. Және де дәл осылай екінші бөлігінде, екінші қоржымызда да дәл осылай жасап шығамыз. Толықтай шеңбер жасаймыз және де ортасына меренгамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Дәл осы қоржымызды да толықтай пісіріп алатын боламыз және де одан кейін крем жасауға кірісеміз. Ол біз сол аралықта суитын болады. Творожный сырымыздың үстіне қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Екі массаны біріктіреміз және де өте сапалы суық 33% кілегейімізді қосып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай өз формасын ұстайтын крем пайда болады. Енді осы кремімізді кондитерлік қапқа салатын боламыз. Менде бұл
мана айтып өткенімдей кішкентай кондитерлік қап болғандықтан мен бірнеше рет салуға тура келді. Сіздерде үлкен алуға кеңес беремін. Өте ыңғайлы, жұмыс жасауға да ыңғайлы, және де осылай бір реттік осындай түрін қолдануға кеңес беремін. Міне біздің піскен меренгалы корждарымыз дайын. Өте оңай алынады, бірақ сіздің пергамент қағазыңыз өте сапалы болу қажет. Өте оңай алынады. Осылай менде Поклан фирмасын қолданамын бірыңғай. Дайын болған кремімізді коржымызға орналастыратын боламыз. Дәл осындай вупипай тәрізді етіп шариктер шығарамыз. Мен бұл жерде 808-ші насадканы қолдандым. Бұл міндетті емес. Егер сізде бұндай насадка болмаса, кондитерлік қаптың ұшын қиып, дәл осындай шариктерді сіздер де жасай аласыздар. Ортаңғы кремін дәл осылай дөңгелек формасында айналдыра отырып жағып шығамыз. Палетканың көмегімен тегістейтін боламыз кремімізді. Егер сізде палетка болмаса, қасықтың көмегімен толықтай кремді жағып шықсаңыз болады. Үстіне екінші коржымызды қоямыз. Кремнің қалған бөлігін осы корждың бетіне айналдыра отырып жағып шығатын боламыз. Палетканың көмегімен жақсылап барлығын тегістеп шығамыз. Осылай тегістеп болғаннан кейін тортымызды кемі бір сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз, және де тоңазытқыштан шығарып, осылай өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен Орео печеньесін және де шоколадты үгітілген арахисті қолданған болатынмын. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты кез келген өзіңіз ұнататын ингредиенттермен әрлесеңіз болады. Орео печеньесін екіге бөліп қолданатын боламыз. Осылай екіге бөліп жанына шоколадтарды орналастырамыз. Арасындағы аралықтарға осылай дән сепсеңіздер болады. Үгітілген арахисті қолдандым. Мен қызымның туған күні болғандықтан оның есімін жазып, осылай шоколадты ыстық суға еріттім. Яғни шоколадты плиткасының бір бөлігін алып, ыстық суға кондитерлік қапқа салып ерітсеңіздер, белгілі бір өзіңізге қажетті консистенцияға келген кезде осылай жазсаңыздар болады. Салқын тортқа осылай ыстық шоколадпен жазған кезде шоколад бірден қатады. Егер сіздің жазуыңыз ұнамаса немесе бір қателіктер кетіп жатса, бірден әріпті алып тастап қайта жазу оңай болады. Сондықтан да осы әдісті қолданыңыздар. Осылай мен Айзере бір жас деп шоколадпен жазып алған болатын. Бұл менің әрдайым қолданатын әдісім. Осы әдісті қолдансаңыздар болады. Міне осымен біздің
тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Торт өте нәзік болып шығады. Меренга мен крем-чиздің үйлесімі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта да әртүрлі торттардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.